Баршаңызға сәлем достар, Түс Шыру каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі Түс Шырудың тақырыбы түсімізде жарқанат көрсек деп аталады. Видеоның соңына дейін көріп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Егер түсіңізде қара жарқанат көрсеңіз, сізді қорқыныштар мазалап жүргендігін білдіреді. Сондай-ақ түсіңіздегі жарқанат сіздің айналаңызда жаман адамдар бар екендігін білдіреді. Түсіңізде жарқанат көрсеңіз, сіздің діннен алыс адам екендігіңізді білдіреді. Егер түсіңізде қара жарқанат сізге шабуыл жасаса, сіздің жасыңыздың ұзақ болатындығын білдіреді. Егер түсіңізде сізді қара жарқанат тістеп алса, сіздің дұшпандарыңыздың көп екендігін білдіреді. Егер түсіңізде жарқанат сіздің қолыңызды тістеп алса, сіздің өміріңізде қиындықтар болатындығын білдіреді. Сондай-ақ түсіңізде жарқанат қолыңыздан тістеп алса, сіздің қарыздарыңыздың көп екендігін белгісі. Сондай-ақ бұл түс сіздің бір әділетсіздікке тап болатындығыңызды білдіреді. Түсіңізде жарқанатты өлтіріп жатсаңыз, сіздің айналаңызда өтірікші адамдар бар екендігін білдіреді. Түсіңізде сіз жарқанат аулап жүрсеңіз, сіздің еңбекқор адам екендігіңізді білдіреді. Сондай-ақ түсіңізде жарқанат аулап жүрсеңіз, сіздің көп адамға көмегіңіздің тиіп жатқандығын білдіреді. Түсіңізде жарқанатты өлтіріп жатсаңыз, сізді болашақта үлкен жетістіктер күтіп тұрғандығын білдіреді. Түсіңізде жарқанат етін жеп жатсаңыз, сізге жақсылық келетіндігін білдіреді. Достар, егер осы видеомыз ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырыңыз. Сау болыңыздар.